Қоршауда. Оспанның жылын беріп қонағын атқаруға Құнанбайдың бар ауылы араласты. Келген жиындар мол болғандықтан әр ауылдың жұрты да, ат арқаны да тозды. Енді жұрт жаңғырту керек еді. Соны ең алдымен ойлаған Ысқақтың кербес, паң қатыны Мәніке, күйеуін өзі билейтін Ерке бәйбіше ірге аударып қонды. Тәкежан мен Қаражанның енді Ысқаққа тізе қосып, үнемі ақылдасып бірлесіп істейтін істері туды. Осыны ойлаған екеуі Ысқақ пен Мәнікені бар естияр үлкендерді көрші қолаңдармен ерулікке шақырған. Түстік жеп болған соң үлкен үйден еркектер тарады. Ысқақты Тәкежан өзі ертіп Ұранқайға кірісті. Ере келген өзге еркек әйелдің бәріне Мәніке өзінің әмірлі қатаң үнімен бұйрық етіп: «Жә, біздің ауылдың кісілері, Ақкем үйіне қонақ болдың, ішер асыңды іштің». Ақкем деп ол қайнағасы Тәкежанды айтатын. «Енді қайтыңдар, малдарыңа, шаруаңа жөнелтуге» деді. Сөйтіп қонақтан Қаражан үйі сейілгенде, өздері оңаша сөйлеспек боп екі абысын ғана қалды. Ашаң салқын жүзді Қаражан бұл күнде кексе тартқан. Ал Мәніке бұндай емес, толық қара торы, бұғақты, кесек келбетті әйел. Ақылды қоңырқай көзінде үнемі жинақы от бар. Көтеріңкі шолақтау, сәл домалақтау біткен мұрнымен үнемі кекесінге әзір ажарлы ернінде, иек бұғағында бұл әйелдің көпшіліктен бөтендеу ірілігі, салмақ тәкаппарлығы танылады. Киімді де осы өңірде Мәнікедей сәнді, таза киетін кісі жоқ. Кимешек, шаршы мен көйлекті үнемі көк базардан шытырдай ғып кию осы Мәнікеден басталған. Қалың қара жібек камзолында қымбат тасты үлкен күміс түймелер бадыраяды. Мәніке баланы аз тапқан. Қазір бұдан туған бір ғана қыз бар. Ысқақтың екі баласы, Кәкітай мен Ахметбек, алғашқы әйелінен туғанды. Олардың шешесі өлгенде Мәніке Ысқақтың жалғыз нақсүйері болып қалған. Күйеуіне еркелеп, оны еркін билеп алуда Мәнікенің тәкаппар паңдығы ғана себеп болған жоқ. Бұл сөзге жүйрік, сыншы тура тілді би әйел. Сол еркелік салдарынан ол соңғы жылдары осы елде бір осалдық істейді. Күйеуімен қосылып, апиын тартатын болған. Тәшкендік керуендерден апиын, наша алғызып отырып, үй ішіне өзінше бір сауық орнатып, зауық етеді. Сондай еркіндеп алып елтіген кезде Ысқаққа болсын, басқа кішім тайлы, көрші қонаққа болсын үнемі асқақ сөйлеп дағдыланған. Жаратылысындағы сөзшең, естелігіне өршілдік қосылған соң, бұл әйел үнемі шалқып, білгіш және ойына келгенін айтқышта болып алған. Бұның бетінен әйелдер емес, ырғызбай олжа ішінің көп еркектері де тайқып жүретін. Осы жеңгесі асқақтап, тым тәкаппарланып барады дегенді естіп жүрген Оспан өлер жылында бұған бір қалжыңмен қатал сын айтып бетін қайырған. «Сен күйеуіңді билеп, кекір кербез болып алдың. Тазалығың, паңдығың жер басқанның бәрінен жоғары. Тек айналайын, бір ғана сыр айтшы. Осы сен ғой бәрімізден артықсың, менсінбейсің. Өйткені туысың, жаратылысың біздей балпаяқ қазақтың бәрінен басқа. Сені адамзатқа емес, биязы нәзік перизат деп білеміз. Ал енді осы сен де біздей күнәлі пендедей бойыңнан нәжіс шығарасың ба? Жоқ әлде сенің сарайыңа батпаған артық зат та қор қызынша жұпардай тарап отырма деп күлгенді. Бұл бір ащы мысқыл еді. Бір Мәніке емес, кербессінгеннен тәкаппар адамның бәрінің де көкірегін басқандай ойлы, өткір әжуа болатын. Мәнікенің тілінен реніш көрген үлкендердің көбі осы сөзді әр саққа бұрып, бұдан да тұрпайлап, әр сөзді өз тілімен атап сырттан күлісіп жүретін. Мәніке Ысқақ үшін намыс жыртуға, ашу айтып, айдын көрсетуге де шебер. Ол ыза кексеңді де қатты ұстайды. Осындай мінезін бар жұртқа қолданғанымен Мәнікенің тісі батпайтын бір ғана кісі бар. Ол Абай. Қайны болса бір сәреді, өзі қайнаға. Оны және Мәніке амалсыз кішілік жолы келіндікпен Әйнеке деп атайтын. Іштей Мәніке Абайды ұнатпайды. Оңашада Ысқаққа малшы көршіге Абай ауылын, Абай балаларын, тіпті Абайдың өзінің кей мінезінде жақтырмай, сыртынан қыжырта сөйлеп отырады. Өзі және Абай айтты деген күндегі сөзінің бәрін естіп, жадына сақтай біледі. Бірақ оның жақсы сөзіне бір сүйсінген емес.
Ал бұның сыншы ойына сәл ағат тұрпай естілген сөз болса, қатқыл еріндерін бұралта көтертіп, шүйіре түсіп мұхата сөйлеп қалады. Қойшы тәйірі, айтпашы, сол бір татып кеткен сөзді, жай кісі емес тіпті, Айнекем сүйдепті дегенде қарным ашып қалады деп, немесе құсқым да келеді дейді. Білгіш болғаны, ақылды данышпан болғаны сол ма? Сондай ақылды кісі де адаса береді екен, деп қоятын. Кейде Абайды Мәніке келіні осылай кекеп отыр дегенді естігенде, әйгерім сыңғырлай күліп қалатын. Ол үшін ұялғандай қып-қызыл боп отырып, бұл да бір күні өзінің сыпайы, шебер мысқылын айтқан. Бір әжекеңе деп Ырғызбай деген атасының атын атай алмай, екі бірдей кемеңгер қайдан ғана сиялсын-ау. Абай білгіш болса, біздің Мәніке келін одан да озған. Бір қазанға екі дөйдір қошқардың басы сыймай жатқаны сол емес пе деген. Әрі келін дей отырып, әрі Мәнікенің нәзіксінген сұлу әйел кербез басын дөйдір қошқар деу соншалық кереғар, оқыстан оқтай тиген өтімді мазақ болатын. Қазір сол Мәніке Қаражан абысынымен үлкен құпия сыр айтысып отыр. Сырлары еркектер туралы, соның ішінде өздерінің күйеулері мен Абай туралы сөйлеседі. Бұлар турасындағы бар сөздің басын қосып отырған Оспанның мүлкі мен жесір әйелдерінің жайы. Екі абысын тегінде ақылды, би бәйбішелер болудың үстіне ерлерін өз ырқына бағындырған дүниеқор, малжанды әйелдер. Соры ма, ырысы ма әйтеуір, тағы бір өзгешеліктері бойынша намысқор кісілер. Ол намысты және әйелше ойламай еркекше, тіпті сол еркектер үшін де өздері ойлайтын. Осы сипаттары билегендіктен бұрын екеуі бірігіп Оспанның жылын бермес бұрын бір сөзге әбден келіскен. Онысы өз күйеулеріне өздері бұйырып, үстеріне тоқал алғызбақ. Оспаннан қалған әйелдерді ең алдымен өзді-өзі күйеулеріне таңдатып алғызбақ. Әнеу күнгі Оспанның жылын ерте бергізуді де Тәкежан мен Ысқаққа екі жерде осы екі әйел бұйырған. Келер үлес туралы қауіп ойлағандықтан солай еткен. Ал қауіпті ең алдымен еске алушы Әзімбай мен Мәніке болған. Өз әкесіне Ысқақты үнемі серік етіп, тізелерін біріктіріп отыруды Әзімбай биылғы есептің үлкені деп білген. Оспанның үш ағасы ең жақын мұрагерлері болғанда, соның екеуінің сөзі бір жерден шығып отырса, бұлар әлді болады. Әзімбай үй ішінде Тәкежан мен Қаражанды шүйлеуден басқа Ысқаққа айтатын сөздерін, есептерін алдымен Мәнікеге келіп айтатын. Биыл осы жеңгесі мен Әзімбайдың оңаша сөзі көп болған. Сондай сөздің бірінде Әзімбай Мәнікеге: «Жеңеше-ау, осы біздің кісілердің не білгені бар? Үлкен үйге Абай орнап алды ғой. Бұлар жыл уағы жетсін деп қаңқиып жүр. Аналар болса Оспанның баласы деген боп, бір ұл, бір қыз немересін ие ғып қойып еді. Енді ертеңді кеш Еркежанның үйінде Абай болады. Бар баласы нөкерімен үлкен үйден шықпайды. Тек жүрме. Ертең болатын үлесті астыртын қамдасып жүрме. Соған кімнің көзі жетті? Не ойлайсыз?» деп еді. Мәніке сонда Әзімбайды қостап, мұрнын көтере сөйлеп, Абай жағын мұхата кекеткен. Тәйір, мен оны әлдеқашан білгем» деп бастаған. Өз ақылына өзі сүйсінгіш Мәнікенің бір кезде сөз әдеті мен оны әлдеқашан білгем дегеннен басталатын. Әйнекем қайғылы да өзі, қамқор да өзі болып, өрмегін тоқып жүр. Еркежанды сиқырлаудың қамында ғой. Болмаса дауыс айтатын қаралы қатын емес. Үлкен үйден биыл қысы-жазы неге шықпай қойды дегенді мен де ойлағалы қашан. Әзімбай Мәнікенің білгіштігін айламен мақтай түсетін. Біздің Ақсақал мен Ысқақ ағама осы ақылды Құдай білдірмеген соң не дерсің? Ертең ауыздары аппақ боп, қара жерге отырғанда бір-ақ білер. Сөйтіп, бір өкінсе екен, аңқаулығынан ғана бір опық жесе екен деп те арбайтын. Әкесінің дүниелік есепке түк аңқау, адал да емес екенін білсе де, Әзімбай сондай сөздерді тіл ұшымен айтқан болады. Абай мен оның жақындары бұл сөздерді шындықпен жиі айтатын болса, Әзімбай бұндай сөздерді әдейі ойнап, сайқалданып айтатын. Мәніке оның жаңағы жалған бейқамдығын аңдамады. Бұны да жастығынан шалғай деп біледі. Сол себепті: «Жарайсың, сен де жетістірдің,
Әкесі мен ағасына көрген, сезгенін айтып ақыл қосады десем, сен де опық жесе екен деп жүрмін дейсің. Сонда бар дүние мүлік қолыңнан кетіп қалғанда, сенің табатын олжаң қайсы деп бұны да шенеп қояды. Әзімбайдікі айла. Ол осындай сөздермен бірер күн Мәнікені сөйлетіп, өзін оның алдында бейқам етіп жүрді. Жеңгесінен мысқылдаған сөз естіген сайын өтірік аңқаусиды. Сөйтіп барып артынан Мәнікенің ақылын енді түсінген кісі болды да, бір күні оған: енді осы ақылыңды Ысқақ ағам және менің шешем анау абысыныңа өзің ұғындыр деп тапсырды. Тегінде өз әкесінің Қаражаннан қорқатынын Әзімбай жақсы білетіндіктен, ерекше бір қауіпті тағы бір ойлайтын. Онысы, Оспаннан қалған әйелдің бірін алуға Тәкежан батпай, Қаражаннан қорқып қалама деген қауіп. Ал жесірін алмаған әмеңгер мал мүлікке де қолын сұға алмайды. Әзімбайдың ішке бүккен ең үлкен күдігі сол. Болмаса, жолы үлкен Тәкежан болғандықтан алғашқы таңдау бұныкі. Олай болса, үлкен үй, Еркежанмен қоса бұлардың сыбағасына кетпек керек. Әзімбайдың арманы да, алыспағы да сол үй турасында. Абайдың үлкен үйшіл болуынан бұның ерте күнде сескенгені де сол үшін. Ал сөйтіп Тәкежан жесір алмақ керек. Бірақ осыған әкесі қорғанып қалса, бар есептің құрғаны. Талай рет әкесі мен шешесіне бұл жөнде өзі айтуға да оқталып еді. Бірақ әке шешесінің арасына тегі жолда жоқ сөзбен соғылудың бабын таппаған. Сонымен Мәнікені алыстан шырғалап, оның мақтаншақтығын пайдаланып өзі аз уақытқа оған ақмақ та көрінген боп, мысықша ойнап жүрген мәні бар. Мәнікенің тағы бір жақсылығы сырға берік. Үй үшін ағайынды бүлдіріп аларлық сырын ол ашпайды. Осындай баспалдақпен жүрген Әзімбай Мәніке арқылы бір талай ниеттерін, өсиеттерін астастырып әзірлеп келді. Қаражанды Мәніке арқылы үстіне қатын алдыруға көндіртті. Оспанның жылын мезгілінен ерте бергізді. Енді бүгін ерулік үстінде Ысқақ ауылын жақсы күтіп, төбеге көтеріп сыйлауды да үндемей жүріп Әзімбай өзі басқарған. Дәл қазір екі абысынды оңаша қалдыртып, ендігі тың сөзді емін-еркін сөйлеттіруге де сырттан үйшік құрып жүрген Әзімбайдың өзі. Мәніке мен Қаражан оңаша қалысымен Әзімбай үй сыртында, есік алдында бір құрық жоңған боп отырып алды. Және өзінің әйелі қалың қара келіншек Мәтішті шақыртып алып: мынау үйге апамның үстіне жан кіргізбе. Анау Ұранқайда ағамдар отыр. Оларға да біреу кіріп сөздерін бөлмесін. Өзің бақ деп салқын қабақпен ақырын бүлк етіп тапсырғанды. Осылайша ендігі Құнанбай аулында жаңа басталатын тартыстың ішкі арқауын өз қолына қымтап ұстап алған Әзімбай еді. Қара қарғаның қанатындай немесе көмірдей жылтыр қара сақалы бар, жалпақ қызыл жүзді ісінген қалың қызыл қабақты Әзімбай осылайша тор құрып, өзі құрық жонып отыр. Ойының бәрі ішкі тартыспен тәсілде. Кейде бітік қысық көздерін төмендете қиғаштап қарап, өз есептеріне сүйсінгендей болымсыз күлімсіреп те қояды. Көз алдынан Құнанбайдың үлкен шаңырағына тиісті, мыңға тарта қан жирен, құла жирен сәйгүліктері біз сендік деп шыбалып, жон жүндерін жылтырып, өтіп жатқандай болады. Мәніке болса бұл кезде Қаражанмен сыр бастаған. Жеңеше-ау, Ақкем не дейді? Енді сөз бастаймыз дейме жоқ па? Кім білсін, неге асықты? Жылы болмай не бопты деп аналар мен қатындар кінә тақпаса деп кібіртектеп жүр ғой деймін. Бәсе, дәуде болса осылай дейді-ау деп әлдеқашан ойлап ем. Бұл кісі де біздің үйдегі қайныңыз секілді момын ғой. Екеуі де жалтақ емес пе? Әйнекемнің қабағына қарамай ас іше ме түге? Немене? Келін, бұлар әлде құр қалып бара ма? Жылын бермей тұрып жамбастаған кісі енді қарап жүре ме? Ал қандай боп жатыр екен? Астыртын оқыс сөздері естіле ме? Не білдің? Сыбыс сөзін естірте ме? Бірақ жылын ерте беруге көнген кісі артын ойламады деп педіңіз. Бұл кісілер ойламағанда ол жақ кесіп пішіп қойған ғой. Бұлар жылын ерте бергізсе, мен оның ар жағын қамдап қояйын деп үлкен үйдің астынан ит, үстінен құс ұшырып жүр емес пе? Оны айтсаңыз, сол Еркежан үйінде Әйнекемдік емес кісі бар ма?
Ауыл аймақ малшы көршіні түгел өзіне ойыстырып қойған жоқ па? Екі бірдей немересін ие ғып, он ұстап отыр. Тіпті тұмсық сұғар жер қоймас үшін бар баласын өрен жаранымен сол үлкен шаңырақты қоршап, шырмап жатқан жоқ па? Кенженің өзі де көзі тірісінде, туысқан ішінде бір шыраққа табынып кетті ғой. Марқұм сол кезде қойны қонышына жинағаны өңшең шырақтың тараптысы болды ғой. Енді оның үстіне мына күнде сол кісілердің бәріне өз сөзін сөйлетіп жүр ғой. Өзінің ниетіне астыртын ойыстырмай тұра ма? Олай десеңіз, әуелі өзі үндемей-ақ соларға сөйлетіп, жайғатып жүрген шығар. Сол кісілердің ішінде сенің балаңда жүр-ау. Жеңешай, Кәкітайды біздің бала деп несіне айтасыз? Ол Айнекемнің қанжығасында кеткен бір жан емес пе? Сол кісінің өзі мен балаларының шылауында жүрген ақ көйлек аңғал сорлы ғой. Сорлы емес. Шырақтың сөзін қостап, сойылын соғып та жүрген жоқ бекен. Бірақ Кәкітайда не қауқар бар? Бұл кісілер екеуі бір болғанда Айнекем жеке, жалғыз өзі ғана болар. Бала немереге қалған сөзбен есе бар ма? Тек соны айтпасаң. Кәкітай әкесіне қарсы шығып, шырақ жағын күшейтіп жүрмесін әлі. Осыған уақып бол, келін. Әсіресе күйеуіңе соны ұғындырып қойғайсың деді. Бұл Қаражанның өзінің ғана сөз емес. Мәнікемен сөйлескенде Кәкітай жайын айтып қой деп Әзімбай тапсырғанды. Ойланып қалған Мәніке Қаражан өз сөзінің шешуін айтты. Бұл екеуі бір топ құрса, сөздері жеңеді. Ежелден екі қылаң бір, екі қара бір еді. Бүгінде қарадан жалғыз шырақ қана қалды ғой. Жаңағы өзің айтқан сөздің бәрі де көкейіме қонады. Бәрі орынды. Шырақтың үлкен үйді торлап жүргеніне де сөз бар ма? Бірақ соның бәрін жеңгенде бұл екеуі өздерінің екеу боп тұрған бірлігімен жеңеді. Оның үстіне бірі үлкендікпен жол алам десе, кім қарсы тұра алады деп Тәкежанның жолы мүлік үлесінде бөлек екенін анықтап айтып, басын ашып алды. Шырақ болса ортаншы, одан сіздің үйдің де жолы артық. Енді қалған үшеуінің кішісі төрем ғой деп ысқақты да көтеріп қойды. Әйтеуір Кәкітайдан енжар сөз шығып, шырқ бұзып жүрмесін деп сөзін бітірді. Осылай екі абысынды кезек жанығандай боп, қоздыра түскен жанды сөз енді түйінді жеріне тақалды. Бұл екеуін бір-біріне әрі тату тілектес етіп, әрі іштерінен кей жайдан аңдастырып, шарпыстырып қойғанда Әзімбай. Ол әрі сөзді сараң етіп, төтесінен қайырғандай бір-ақ айтып қалды. Сонда айласында бәлесінде аңғартпайды. Томаға тұйық турашыл кісі боп көріне біледі. Үнемі томсарған салқын әрі шыншыл жүзбен сөйлейді. Осы тәсілдері арқылы ол өз сөзінің шыны қайсы, әзілі қалжыңы қайсы екенін де танытпайды. Жас күннен ішімен сырттан бөлек ұстап, шебер ойыншыдай құбыл болып алғандықтан, өзгелерді мазақ етіп алдағанда да оңдырмай ұтатын. Екі көршіні бір-біріне шығыстырып араз ету, малшыны қымызға қыздырып ап төбелестіру, екі сөзуар мылжыңды әдейі қажастырып қойып, қырқасқан дауға салу. Әзімбайдың жас күнінен бергі ермегі. Бүгін екі бірдей ақылды айлалы шешелерді де бұл тек аласыз көңілмен кездестіріп отырған жоқ. Ойын есебіне керек болғандықтан сөйткен. Мәнікені керегіне, көмегіне жаратумен бірге оның өзіне бір шетін қатермен сескендіріп қойған. Бұнысы Еркежан жайы. Жеңеш-ау, менің шешем көнбегенде неге көнбейді десеңші. Ол үстіне тоқал алдырам десе де, дәл Еркежаннан қорқады ғой. Өйткені Еркежан бар малдың қазынаның тап ортасында отыр. Ондай қатынға қандай еркек табынбайды. Және өзі сұлу, мінезді. Ерге де елге де жаға біледі. Оны алған күйеу басы алтын еркек болса да, айналып үйіріліп тек соның қасынан шықпайтын болады ғой деп, Әзімбай осы жағын аса төндіріп айтқан. Бұнысы Қаражан ғана емес, ең алдымен Мәнікенің өзіне де оқтай тиді. Оның өңі қашып тамсанып қалды. Екі көзі де алаңқырап, шаншыла қарады. Аузы жаман үйренген дағдысына басып, әлдеқашан дей берді де, өтірік айта алмай тоқырап қалды. Әзімбай айтып отырған жайды өзі әлдеқашан түгел осы шаққа дейін де ойламапты. Қаражанға
деп айтылып отырған қауіп бұған да дәл осындай қауіп қой. Неғып есім шығып жүрген дегендей өзгеше қобалжыды. Бұның осы түрін баққан Әзімбай тағы да аңдағансып отырып қауіпті ұлғайта берді. Зейнеп торымбала деген сөз емес. Олар сіздің екеуіңнің де тасаңда жүре береді. Ал нақсүйер боп қалған өзі жастау Еркежан әлі де нақсүйер болғысы келмей қоя ма? Біздің әкеміз болса өз әйелінің ырқына көнген момын кісі деп бір қойды. Онысы Тәкежан емес, анығында дәл Ысқақты ойға ала отырып соны айтқан. Мәніке ішінен енді бұрынғыдан да біліне түскен. Тек әйтеуір шешемнің өзінен туған мен сияқты азамат баласы бар. Жұбанышы сол болады дегені болмаса, көнуі қиын. Оның үстіне сіздей жас емес, тоқырап ерден шығып та қалған жоқ па? Бұл сөздердің ішінде әр әйелдің жайы бәрі бар. Мәнікеде Әзімбай әдейі қадап айтып отырған өзінен туған еркек бала да жоқ. Ендеше Ысқақ Еркежанды алам дей қалса, ол Ысқақты жасырақ деп таңдай қалса, Мәнікенің күні не болмақ? Қаражандай мосқал емес, ер қызығынан Мәніке неге түңілсін? Ысқақты неғып қисын? Әзімбай Мәнікеге осының бәрін сездіріп болып алды. Бұнымен ол ең әуелі осы ойынға араласып, екі әмеңгердің біреуін, яғни Ысқақты Мәніке арқылы қазірден анық атсыратты. Өзі би, өзі ерке Мәніке енді Еркежанды өлсе алдырар ма екен. Сөйтіп ең әуелі таластан Ысқақ бір шықты. Екінші сол қауіп Мәнікені тыныш қоя алмады. Сондықтан ол Еркежанды Тәкежанға телуге жан салатын болады. Ал Қаражанды осы Мәнікенің тілімен еппен көндірмесе Тәкежан өздігінен Еркежанды алам деуге бата алмайды. Әзімбай үшін әкесі Еркежанды алмай, Зейнеп торымбаланың бірін тайқып түссе, онда баяғы үлкен үйдің бұлар ырқынан кеткені. Қаражанның Кәкітай турасындағы арбасу сөзі айтылып болған соң, Мәніке енді әңгімені Әзімбайдың жаңағыдай шүйлеуі бойынша жағалатып келіп, Еркежан басына бұрған. Жә жеңеше, енді қайсысын алады деген түйін сөз бар ғой. Осыны сіз не дейсіз? Өзің не деп жүрсің, сен айтшы деп Қаражан әуелі Мәнікенің шынын айтқызбақ болды. Қайдан білейін? Талассызды да алам десе біздің кісілер ана екі тоқалдалар. Бірақ талассыз болғанымен, онысы талайсыздық қой. Бұнда бәрінің таласы Еркежан қой. Ол болмаса сөз қып не бар тәйірі. Сонда жолы үлкен, жасы үлкен, ақ кеме. Еркежаннан басқасының лайығы бар ма? Өзгенің таласар не дәрмені бар деп Қаражанды бағып тоқтап қалды. Қаражан бұл тұста анық сескеніп, қабақ түйіп үндемей отыр. Бір талай алай дүлеймен іші қайнайды. Өз нәсіліне болса екен деген малға да, қазынаға да қызығады. Еркежан қаупінде ойлайды, толқып тұрып. Ал осы Еркежанды алмай оның малынан, мүлкінен бөліп алмайтын несі бар деп көріп еді, Мәніке оған бастырмады. Ту жеңеше, ол не дегеніңіз? Өзге қатындарды алғанда олардың өз еншісіндегі малы бар емес пе? Соны береді де қояды. Еркежан мүлкін ол үйдегі малды үлеске салдырама. Ортада тұрсын дейді де қол тигізбей қояды ғой. Сонан соң Әубәкір бір ие, онан әрі Әйнекем өзі ие болады да қалады ғой. Солай болады дейсің ә? Мәніке абысынының толқуын бағып енді соңғы салмақты сөзін айтты. Сіздің Әзімбайдай балаңыз бар. Өзіңізден туған өрен жараныңыз Құдайға шүкір. Қағанағы қарқ, сағанағы сарқ ана сіз емес пе? Еркежан не? Ол малдың қоршауында тұрғанымен бір жалғыз қу томар емес пе? Ақкемнің де жасы болса, сіз қызығатын шақтан өтті. Осындаймен сіз жолы болсын демесеңіз, бар үлкен үй, мол дүние Әйнекеме кетті. Соның ұрпағына жем болды. Өзімнің балам құр қалды дей беріңіз. Менің әлдеқашан білгенім осы деді. Сонысы бар деп Қаражан жағын таянып, амалсыздыққа шырмалып жүдеп отырып қалды. Ұзыннан ұзақ өмірде кейде қытымыр, қатал атанып, кейде сақ сараң атанып жүргені кім үшін еді? Бір Тәкежанның абыройы, атақ дүниелігі үшін солай болыпты. Одан өзге оның баласы, ұрпағынан басқа жанның жайын ойлап көрді ме екен? Қиянатсыз әрі қызықсыз, салқын өмірін Тәкежан деп өткізген бірде-бір өзге еркек бар екен деп ойлап көріп пе?
Енді міне, ажар тозып болған ежелгі дос азып отыр. Күйеуін өз қолынан өзінен зор емей немене, әрі бұдан сұлу, әрі бұдан жас және мол байлығы бар тоқалға бергелі отыр. Қаражан көпке шейін үндемей қалып, бір кезде жарылғандай болып өкіріп жылап жіберді. Солқылдап, қатты жылап, бойын зорға дегенде қайратпен тежеді. Семіз бәйбіше марқұм деп ұлжанды есіне алып айтып еді-ау, бір күйген күні, әйелдің көрген күні құрысын, ерке бол, еркін бол, ердің көңілі сенен ауған күні, ескі ұлтарақ құрылым құның жоқ деп. Еркегің сенен тоқалға бұрылып алғанда, сен көшкен жұртыңда ұмыт қалған күшік құрлы болмассың-ау. Сен қыңсыларсың, жас төгерсің, ол болса жаңа жардың бет қызылына қызығып, тарта бермек. Солай ғой деп тағы жылады. Мәніке ендігі сөзді доғарып тек Қаражанның көнуін бағып отырған. Қынжылсын, жас төксін, қынжылсын, жас төксін. Бірақ Қаражан енді көнуге бейімделді. Мәніке соған әлденеден мәзденіп ырза болды. Абысынына көрсетпей ернін көтеріп бір шүйіріп те қойды. Өзі жеңгендей масаттанып отыр. Ақылды, тәсіл қой. Айтқыш болғанымен бұл әйелде өрескел бір сенімсіздік болатын. Онысы кісі қайғысын танымауда. Тегінде көздің жасы жылаушыға ғана ауыр емес, көрушіге де ауыр ғой. Оны сүюге, тамашалауға болмайды, тек түсіну керек. Адам басындағы қайғыға ортақтасу әрбір бауырмал, адал адамның әдеті. Ал дәл жылап отырған адамның жүзі мен еңірен даусы ешкімге де сұлу, нақысты боп көріне алмайды. Ондай жүзді жақсы көрудің өзі де қиын. Мәніке болса сондай жылаумен көз жастан жиреніп отыратын. Бір өзімен тек өз үй ішінің жылағаны болмаса, өзге адамның жылағанына қайсудан бұрын ең әуелі ыза болатын. Сондықтан көрші малшының баласы мен үлкені өліп, қайғылы үй іші жылағанда бұл қатал, әмірлі бәйбіше жыласпай тұрып, әуелі сол үйдің келіні, қызына зекіп ұрсып жазғырып отырып басу айтатын. Көңіл қостық білдіру орнына ұрсумен тыятын. Өзі әлдеқашан біліп, қойғыш болғанымен осындай шын сезімге топас көн кеуде болатын. Сол Мәніке Қаражан қайғысына да қынжылып қайысқан жоқ. Не десең де көндің ғой деген байлаумен кетті. Әзімбай да кешкі салқын түсе, үлкен үйдің көлеңкесінен тұрды. Жіңішке қалың құрық сыпталып, жонылып болғанды. Үй ішінде шешесінің жылаған үнін естігенде, ол да күйреген жоқ. Қайта Мәнікенің жолы болды. Бұл жақсы ырым екен деп орнынан тұра берді. Ағаштың жаңқасынан екі етегін қағып тазарып тұр. Қаражандай жалғыз анасының көз жасынан да етегін қағып, маған түк керегі жоқ жас дегендей сырт қарап тұрғанды. Жылтыр қара мұрттың астынан қып-қызыл еріндері күле түсіп, әппақ тістерін ақситып, Мәнікенің қасына ерді. Оны Ысқақ ауылына қарай жаяу ертті де, үй ішінде өткен кеңесті тыңдаумен болды. Ұранқайда Тәкежан мен Ысқақ арасындағы оңаша кеңес ерте біткенді. Олар әйелдерді қалай үйлесуді сөз қылған жоқ. Бір жағынан ол өздерінің іштерінде әлі шешіп болмаған түйін. Екінші жағынан әңгімені бұдан бастау лайық емес деп ерте көрінеді. Екі әмеңгердің әзірге сөзі Абайды қалай ақылға аламыз? Өзіне тура ақылдасамыз ба? Жоқ, араға кісі саламыз ба? Кісі жүргізсек, кімді көмекке аламыз дескен жайдан басталады. Бұл жөнде олар Абаймен екі араға кісі салып сөйлесу мақұл десті. Әнеу күнгідей Абай өзі бірігіп отырып шешейік десе, ондағысын көрерміз. Әзірше ара ағайынның жақын естияр кісілерін алайық та, солар арқылы алғашқы сөзді байлайық деді. Алғашқы сөзі қазір Оспан мүлкін, әйелдерін үлеске саламыз ба жоқ па деген туралы. Араға жүргізетін кісілерді бұл екеуі көп талдап, көп сөз қылды. Ақыры кеп тоқтағандары Шұбар мен Ербол. Екеуінің бар есебі бойынша тегінде қиғаш сөз шықса, Абайдан шығады деп білді. Ол ең әуелі үлесті қоя тұрайық деуі мүмкін. Оған дәлел де табады. Әйелдері де оңай ойыстырады. Екінші, бұлардың ойынша Абай үлкен үйдің мүлкіне немерелері арқылы жартылап ие болып отыр. Сондықтан үлескерлік ең үлкен мүлікті тағы көп себеп тауып қорғаштауы мүмкін. Үшінші, өзі
Мәніке Қаражан Әзімбайлардың айтуы бойынша сол мүлікке үлкен үйге жанасып жүргендіктен асықпай отырып іргесін мұқтап көміп алуға бейім. Осы себепті де абай үлестің сөзін әдейі создырып кетуге тырысады. Бұлай болған соң, енді абайға салатын кісілерді оған сөз өтерлік, досынан, жақын адамнан алу керек болады. Ерболды осы есеппен таңдасты, ал Шұбарды іштесіп, шындап келгенде абай емес, бұларға бұрады деп сенседі. Оның абайға да жағатын айласы бар. Өзі ең жақын туыстың бірі. Үлес сөзінде оның сыртта қалуына да болмайды. Сен неге араласасың деп кінә тағушы да болмайды дескен. Осыған байлап алған соң, дәл сол күннің өзінде Ербол мен Шұбарды Ералыға Ысқақ ауылына шақыртып екеуі кісі шаптырды. Келесі күні таңертең Шұбар мен Ербол Ысқақ үйінде болып, түстік жеп отырып бар сөзге қанып алды. Елшілікке жүруге екеуі де қарсылық білдірген жоқ. Тәкежандар бастаған сөзді Оспанның жылы беріліп болғандықтан орынсыз деп көріскен жоқ. Тек Ербол өз ішінен абай қуанатын сөз емес, Оспан уайымын тағы да ұлғайта түсетін бір жара ғой. Бірақ бұдан құтылар шарасы бар ма? Оның басына әлек сөзі бола қалса, мен қайтып тартынайын. Бірге көтеріп көрем де, қолымнан келсе, әлде бір жөнде көмегім тиер деп ойлады. Күндіз бір орайда Мәніке Шұбарды оңашалап алып, сонда бұл жақтың тілек етіп Еркежанды Тәкежанға ұйғаруды айтып қалды. Жол да соныкі. Оның үстіне Ысқақ та осыны қостайды. Қаражан болса рұқсат берді. Үш жесірді үлесетін үш әмеңгердің екеуі осыған байлаған соң өзгелер шырық бұзбас. Және дүниелік үшін бірі аға, бір інісінің көңілін шайлықтырмас. Оларды өкпелетпес деп бір талай дәлелмен дауды да айтып қалды. Мәнікенің соңғы кезде үнемі шарпысқаны абай. Кейде атын атасын, кейде жаңағыдай атамай сөз жолдасын, дау айтсын, кекетіп жауықсын. Бәрінде ұстасқаны бір абай болып алды. Бұрын Қаражан мен абайды жақтырмағанда, Тәкежанға оң қарамайды деп кінә қылушы еді. Мынау Мәніке абайды ұнатпағанда тұп-тура қара жүзді қызғаншақпен, қызғанышпен ұнатпайды. Абай неге жақсы? Мұның күйеуінен неге артық? Неге бар ел соны білгіш, данышпан қып алды? Мәніке абайға ең алдымен осыны кешпейді. Шұбардың ішкі қоймаларын өзі білетін Мәніке жаңа оны жекелеп отырып, алдағы мақсатты да әдейі танытып қоюды қажет деп білді. Осымен Әзімбай Тәкежаннан басталып, Мәніке Қаражаннан өтіп, Ысқақты қосып алған құпия кеңес қазір Шұбарды да ілестіріп алды. Шебі тұтасып келе жатқан тартыс жотасы осылай көрініп тұр. Енді бұл айлалы, астарлы қиын іспен сұмқыл мінездер өзінің бар күшін, қулық салмағын жиып болып, абайды соққалы төніп келді. Бірақ сыбыры көп, шоғыры мол әлек болып көрінгенмен, дәл абайға жеткенде бұл жұмысқа ол абыржыған жоқ. Шұбар мен Ербол келіп оңаша отырып сөз қатқанда, абай салқын ғана тыңдап шолақ қана жауап айтты. Ербол абайды көрмес бұрын Мағаш үйіне бөгеліп, сонда Ақылбай мен Мағаш екеуінің істің жөнін білдірген. Оларға ақыл көмектерің абайға керек болар. Қасында болып, біздің сөзді бірге тыңдайсыңдар ма, қайтесіңдер дегенде, Ақылбай бұндай тартыс сөзді сүймейтін, ел сөзінен ұдайы қалыстығы бойынша салған жерден тартынды. Жо, мен неғылайын, абай ағам өзі бірдеңе етер, Мағаш болмаса, мені нағылсын деді. Мағаш өз әкесі үшін қынжылып, тағы бір бықсыған мазасыздық жетті ағамның басына. Қарамолаға жүргелі, жауапқа барғалы отырғанда не көріне қалды екен. Сонша тықыршып десе де, бұл сөзге кірісуді өзіне лайықсыз көрді. Үлкен туыстармен ағам өзі білсетін істер ғой. Біз сұғынатын жер емес. Жалғыздығын аяғанымыз болмаса, мал үлеседі, мұраға таласады екен деп ардан аттаймыз ба? Мені де, тіпті біздің айналадағы жас атаулының бәрінде бұл істен аулақ етіңіз. Досының жүгін өзің арқалайсың да Ербол аға. Өзі де енді талай қиын мен түйінге соғатын, жүректі айнытатын Құдай ұрған сөз болар. Болса да, бірақ өткендегі сыбағаңызды білетін кәрі түйе өздеріңсің. Бізді бұл ақылға қоспаңыз деген. Соңғы кезде жастардың аса бір қызықты, еңбекке, өнерге берілген күндері болатын. Ендігі айналысқандары ақындық өнер. Жаңа туған өлеңдер,
дастандар жайындағы аса қызықты қызулы кеңестер еді. Ерболдан бөлінгеннен кейін Мағаш пен Ақылбай сол өздерінің дос ортасына қайтты. Ұранқай іші қызу әңгіме, күлкі, даурыққан үндерге толы. Үй ортасында маздап жанған түтінсіз от бар. Онда ет асулы тұр. Үй ішіне жағалай қалың текемет, тұскиіз кілемдер тұтылған. Жерде ұзын жүнді әппақ сеңсеңнен жасалынған бөстектер, арқар терілері. Киімді күзге лайық етіп, жұқа күпіден, күзен сияқты жеңіл аң терісінен бешпенше тіккізіп, киген жастардың бас аяқтарында да жылы киімдер. Бұл мәжіліс ортасында ақындардың өздерінен басқа тыңдаушы достары да бар. Жиын ортасында Әбіш отыр. Жақында қаладан келіп осы топты қуанта жеткен Павлов та бар. Қазір ол да осы үйдегі бір адамдардай қазақша бешпент ішек киген. Аяғына қара барқытпен көмкерген, ұзын байпағы бар жаңа қара сыптама етік киген. Басына тобықты үлгісіндегі түлкі тымақтан бас, құлағы жыбырлай берген соң оны тізесіне салып қойып, басына киюдің орнына екі қолын сол тымақтың ішіне тығып, жылытып отыр. Тағы біразда аяғын қалың етік пысынатқан соң, оны шешіп астына басты. Енді оқта-текте түлкі тымақтың ішіне екі аяғында тығып жылытып қояды. Павлов бұл ауылға келгелі 2 күн болған. Алғашқы бір күн, бір түнді Абай мен Павлов екеуі оңаша ұзақ әңгімелесумен өткізген. Бірін-бірі шын жақсы көретін және қатты сағынысқан ұзақ достар, ұзақ уақыттар екеуден екеу болғанда, аса көп жайларды кезек сұрасқан. Бірінен бірі еш нәрсені ірікпестен барынша шынымен молынан айтысқанды. Абай Семей қаласына айдалып келген жаңа адамдар жайында тыңдады. Олар арқылы ішкі Россиядағы ендігі тартысты, қандай жаңалықтар барын сұрастырған. Орыс халқының ендігі шыққан басшы қайраткерлері туралы және ең соңғы ерекше қадірлі кітаптар жайын, бағалы журналдар туралы, жаңадан шыққан жазушылар, ақындар туралы сұрады. Ақыры Семейдегі Гогольдің кітапханасына келіп түскен бұл алғызып оқырлық бағалы кітаптарды да нақтылап білген. Екеуінің әңгімесі патшалық кеңселері жайына ауысқанда, Павлов бірнеше парақорлар туралы, мансапқорлар мен жағымпаздар туралы, Салтыков, Шедрин әңгімелерінің үлгісіндегі талай күлкі жайларды айтып берді. Абайды сан рет мәз қылды. Әредікте Павлов та Сахара тұрмысынан талай жайларды қадағалап сұрады. Қазақтың еңбекке берілген қалың елі тұрмысында Абай байқаған қандай өзгерістер бар, соны білмек. Отырықшылық өмірге ауысып, егіншілікті кәсіп еткен жатақтардың жайына көп қызғады. Олардың бұрынғы жуан атқа мінерлерімен тартысқан қарым-қатынастарын білуге ынтығады. Осы алуандас бейнет елінің ой ұғымында қандай жаңалықтар байқалатынын сұрастырады. Қазақтың Сахарадағы кедейінен қалалы жерге кәсіпке барып жұмысқа түсіп, тіршілігін өзгертіп әкеткен топтар қаншалық, солар жайын білмек болады. Орысша оқуға, Сахара елінің балаларын беруге ата-аналардың санасында өзгеріс қандай, жаңғыру қаншалық, осыны да айрықша білгісі келеді. Абай досының сұрақтарына жауап беру үстінде көп ойларды өзі де тыңнан, жаңадан ұғынып, сезініп өткендей болды. Павловтың сұрақтары қазақтың еңбек иесі, қалың халқының қамын жеген қамқор достың бейілін білдірді. Соны аңдаған сайын Абайдың өз досына ырзалығы, құрмет бейілі арта түседі. Өзімен ой арманы қазақ халқы жөніндегі бір сағада қосылып жатқан адал досын, бауыр досын танығандай болады. Осындай мәжіліс үстінде екі дос күн-түн әңгімелескенін ғана Абай Павловты Әбіш бастаған жастардың арасына әкеліп қосқан. Кешеден бергі жастар арасында өткізілген мәжіліс арқылы Павлов бұл топтың адамымен де жақындасып кеткен. Күшті ашған қою қымыз жиынды сәл қыздырған кез. Дөңгелек столға айнала отырған ақындар тобында Кәкітай, Мұха, Дәрмен, Әлмағамбеттер бар. Жаз бойы ел қыдырып қайтқан Баймағамбет те қазір осы жиынға келіп отыр. Оның бүгінгі ақындар қасына келуінде бір мән барды. Үйіне ала жаздай оралмай жүріп кеше түнде ғана келген. Ал бүгін таңертеңгі шайда сәлем бере барғанда Абай оған мысқыл айтқан.
Бұл күндерде тамаша ертекші әңгімеші Баймағамбет қалың елге аса қадірлі адам болып кеткен. Қай қыстау, қай жайлауға барса да әр ауылда қуанып қарсы алатын ата-аналар, жас қауым өте көп болады. Солар бір үйінен бір үйіне, ауылдан ауылына шақырып қонақ етіп, қысы-жазы демей Баймағамбетке абайдан ұққан әңгімелерін, хикаяларын айтқызатын. Сонан соң Баймағамбет ауылдан бір шығып алса, талайға шейін оралмай қояды. Үйде қатын бала қылады. Ол ойда жоқ. Бұның қайта оралғанын күтіп, кейде сағынып абай жүреді. Көп кешіккен уағында ызаланып, сыртынан ұрысқансып та қоятын. Бүгін таңертең абайдың үстіне Баймағамбет кіргенде абай оның сәлемін алмастан, бұрын жүзіне жалт қарап, біраз отырып қалды. Баймағамбеттің көзі өткір, үлкен көк көмбек. Қабақ түгі ұзарып түксие түскен. Бет-аузын ұзын қалың сар сақал басқан. Сырт ажарына қарағанда ол сап салмақты сияқты. Бірақ мінезінің пәруайсіздігі ескірмеген балаға тең. Досының сондайлық ерсіліктерін ойлап, абай күліп жіберді. Баймағамбет секем алып, неге күлесіз? Неге күлдіңіз деді. Үйде әйгерім шай жасап болып, енді жағалай шыны аяқ ұзатып жатыр. Самауыр жанында кесек сұлу жүзді Зылиха отыр. Бұлардан бөтен кісі жоқ еді. Абай үйі бүгін әлде қалай оңаша болатын. Соны да аңдаған болу керек. Абай енді Баймағамбетпе көзбе-көз тура шабуыл жасады. Баха, сен не білдің? Анада бір күні сен жоқта үйіңнің маңына барсам, қара қатын бір өлең айтып отыр деп, Баймағамбеттің әйелін еске алып, өзі ағып тұрған ақын екен ғой. Бұл не айтады екен деп тақап барып тыңдасам, сұңқылдап соғып отыр. Айтқаны жоқтау. Ажының жақсақ қыз едім, жетістірем деп алды. Бүйтері бар түбінде әуелде мені неге алды? Желіккеннен желігіп жынды сары жоғалды. Ойбайлаған болайын-ай, жоқтамасам обалды деп сенің қаңбастығыңды дауысқа кіргізіп отыр дегенде, Баймағамбет бетінің түгі түксие түсіп бұртиып қалды. Абай оның жүзіне қарап, бар денесімен селкілдеп күліп отыр. Тентекті кеткен ініге қарап кешіріммен күлгендей. Сыңғырлаған әсем даусымен әйгерім де ұзақ күлді. Зылиха күлкіден қысылып, бетін есік жаққа бұрып алыпты. Иығы ғана дірілдейді. Баймағамбет бұларды тегіз көріп ызалана түсті. Не бар? Қатындар да күледі, о несі екен дей берді. Абай қайтер екен, не жауап айтар екен дегендей тосқанда, Баймағамбет бүлініп отырып жалғыз ғана сөз тапты. Ал, бөріктінің намысы бір, мен үшін өзіңіз бір ауыз сөз айтпадыңыз ба сонда деді. Абай осыған орай іле-шала дәл осы арада туған бір ауыз әзіл өлеңді және айтып жіберді. Қара қатын дегенде қара қатын, үзіп, жұлып, ала бер қанағатын, ала жаздай байын кеп бір қонбайды қазақтың не қыласын шариғатын дедім мен оған. Мұныма не дейсің? Жетістіріпсің. Халыққа жеткен ақылың, қара қатынға келгенде осы болғаны ғой. Жетістіріпсің деп абайға өкпелегеннен бір-ақ шыны шай ішіп, кесені төңкере тастады да тұра жөнелді. Қазір ақындар үйіне келген осылардың біреуіне абай мен қара қатынға қарсы өлең шығарып алмақ. Бірақ әзір өз қолқасын айтудан тартынады. Көпке салудан іркіледі. Павлов бұл жастардың бәрінен тәжірибелі, ересек адам. Ол бағанадан бері күлім сыпайы жүзбен отыр. Көп нәрсені аңдағыш, ойла жармен қасындағы жұрттың барлығына таңырқай қалғанды. Адам жүзіне көп байқағыштық сергектікпен қарайтын Павловқа жаңа көрген топтардың бәрінің де пішіндері соншалық қызықты, өзгеше бір жаңа қауым. Мынау жерде тұтас халықтың көп типтерін, ылғи қазақ жиынын көру, оны сол қазақ халқы туралы да таң қалдыратын ойларға салды. Өзі табиғат ғылымын оқыған, оның ішінде медицина адамы. Ғылымдық бір іздену жолында жүргеніне де көп жылдар болған. Ол адамның бас бітімінен, кескін мүсінінен, пішінінен әр елдің антропологиялық типін зерттейтін. Сол жөндегі байқағыштық әдеті, мынау көп жиынды көргенде қазақ деген халықтың этникалық ерекшеліктерінде еріксіз қатар ойлатады. Бұл көріп отырған қазақтар пішін бітімі жағынан әлденеше алуан сияқты. Сар сақалды, көк көзді Баймағамбеттен басқа ұзын бойлы, сопақ басты, ақ сары реңді, қой көзді, қырлы мұрынды Ақылбай бір тип.
Оның сақал мұрты аз, көселгі жүзіндегі бір қайшылығы сияқты сезіледі. Дөңгелек бетті, жылтыраған, шапшаң өткір шошақ көзді, кішкене таңқы мұрынды, бірақ сұлу қара сұр түсті кәкітайдың типі о да бөтен бір ел өкілі сияқты. Қалың дөңгелек бетті, қызыл күрең жүзді жас қыз пакизат қалмақ беттес келіп, ол да бір жыныстан елес бергендей. Бұл жиын арасында әбіш пен мағаштың пішіндері тіпті өзгеше. Түстері ақсұр, жіңішке қасты, жұқа ерінді, көселеу келген екі жігіт бөлек бір орта бейнесіне келеді. Жылтыр қою қара қалы бар, ажарлы үлкен қара көзді, қырлы кесек мұрынды және әдемі қиылған қысқа мұрты бар қарасұр жүзді дәрмен Павловқа анық Кавказ тифінің бірін елестетеді. Ақылбай мен Мағаш Ерболдан ажырап, осы үйге кіргенде бұлармен бірге Шұбар да келді. Үй ішінде әндетіп айтқан өлең заулап тұр. Қолына домбыра алып, әсем қоңыр үнмен желдірте әндете түсіп соғып отырған дәрмен екен. Ол иығына барқыт жағалы, қалың қаптап шапан жамылған. Жаңа тігілген жеңіл түлкі тымақты шекесіне сала киген. Столға мінбелей отырыпты. Алдында жаюлы жазба кітабы бар. Соны тасқындатып әндетіп айтып отыр. Ақылбайлар кіре бере әрі терең ойлы, әрі шын шабыт тудырған жолдарды естіді. Төрге жылдам шығып үнсіз отыра қалысты. Әбіш пен Көкбайлар сияқты бұлар да дәрменнің аузына бар ынтамен, сүйсінумен қадалған. Сұлу ақынның жыры кейде терең толқып, кейде ызамен ширығады. Азғындап келе жатқан үлкен шабыттың үрдіс шабысы бар. Тыныштықта мезгіл бедеу жыр тумайды. Сәттер бар қасіреттен ой тулайды. Толқыған теңіз атқан меруерттей, сол шақта найзағайдай сөз зулайды. Ажалдың аш шеңгелін көріп келгем. Қапада өткен зар мен қайғы тергем. Ескінің айыбын аш, мінін қаз деп, сан рет ақын аға нұсқа берген. Уә, мен көрдім кешегі өткен ел күйігін. Көп кездім сырын тыңдап бел биігін. Зар шегіп батар күнмен бірге батқан аямас жас ұланды ел биігім. Мен көрдім қан жылаған екі жасты, мұңдары күңірентіп тұр таумен тасты. Айқасқан құшағынан қарғыс ұқтым, өз зарым сонау зармен араласты. Мен көрдім қатал күннің қабан биін, ашамын ауыр сырды сақта жиын. Жырға жан өзіме өріс берген абай, алдында ардақтаға түсер күйім деп барып, тағы біраз ағындап ширыға түсті. Павлов дәрмен жырына ақындардың барынша үйіп, сүйсініп, құлақ салғанын түгел тыңдағанды. Енді оның тілегі бойынша әбіш дастанның аяқталуын анықтап жеткізіп жатыр. Мағаш, Кәкітай, Мұқа мен Әлмағамбет ақынға достық қуаныш айтады. Бұл дастанның басын тыңдамаса да, жаңағы өзі келген тұсынан айып тапқан Шұбар қазір суық жүзбен сөйледі. Ол бұл үйге аз уақытқа кірген еді. Белінде шешкен жоқты, қолынан қамшысын да тастамаған. Қазір сол тобылғы сапты, сарбас қамшыны дәрменнің қағазына нұсқап отырып сөзін айтты. Қысқа болса да соққыдай суық сөз. Мынау өнер емес, ғой. Қабан би дегенің бір тайпа елдің қастерлеген әруағы. Қайда қаңғып, нені тантып кеткенсің? Ертең жұрт естісе, осы күнгі тірі ұрпақ білсе, жүрегі түршіксін дейсің бе? Абай ағамды ақылшым деп атапсың. Бірақ ол кісінің жақсы өсиетіне, онсыз да өшігіп жүрген тоң мойын надан дұшпанның бәрін тағы да ушықтырып, өршеленте түсерсің. Таратпай, тыю керек мұндай сөзді, деді. Бұл үйде отырған жиыннан жасы үлкен және елдің бар сөзіне араласып жүрген өзі. Қазір ағайынның пысығы да, белдісі де осы Шұбар. Оның сөзіне дәл алғаш кезде жауап айтатын кісі болмады. Бірақ жаңағы сөзге іштей барынша қарсы боп, ойланып қалған әбіш енді Шұбарға ызалана қарады. Шұбар, сіз осы сөзді осындай ширығып ашулана айттыңыз. Тегі жаныңызға қатты батады осы, ә? Шұбар шапшаң жауап берді. Ашумен айтам, бататыны рас. Бүгін елдің әруақты биін, ертең қадірлі қан сұлтаным масқаралап, олардан жұртты бір бездірсек, надан қараңғы жол деп ата жолынан, жорасынан тағы да бездірсек, ертең солай дінінен, исламият жолынан аздырсақ, соның бәрін орыс, қыбыла орыста,
Жақсылық орыста деп істесек, қайда барамыз осы? Бүгінгі халықты, ертеңгі нәсілді қайда апарамыз? Осы ауыл өзі кім боп барады? Қайда тартып барады деді. Бұл айтқаны көптен ішін кернеп, уыттанып жүрген үлкен түйін тәрізді. Әбіш сол аңғарды анық таныды да, енді шын бір намыскер ызаға мінді. Шұбардың жаңағы күнәсін көбінше Абайға арналған қарсылық екенін айқын аңғарған сайын, Әбіштің намысы мен ызасы үдей түскен. Бірақ Шұбар Абайды атамай сөйледі. Бұл да соны тәсіл етті. Бұл ауыл сөйтіп сізге бүлік адасқан ауыл болған екен ғой. Жоқ туысқан деп Әбіш ойындағы орысша сөзді қазақшалап айтты. Бұл ауыл құбыласынан адасқан емес, осы сахараның анық қалың қалқына шын құбыланы іздеп соны көріп отырған жалғыз ғана көзі қырақты ауыл. Сіз орыстан үркіткіңіз келеді. Ал өзіңіз ғой, сол орыстың патшалығының қолынан кеше болыстықты алып, талай жыл қызығына да олжасын да таттыңыз. Ол күн үшін, күнім түскендіктен. Жоқ, сіздің өз басыңыздың күні еш уақытта түскен жоқты. Жалғыз сіз емес, қазақ даласында кешегі заманда, бүгінгі заманда да дәл осы сіздей жуан мықтылар болған. Бір жағынан әкімдікті алып, елін зарлатып отырады. Екіншіден, мұсылман, ислам, ата-баба жолы деп ескіге, баяғыға тартып кері кетіп жүреді. Сіздей кісілер өмірі жалған жолда екі жүзді мінезде жүретін топ әр қалқына алдамшы, әрі ұлығына алдамшы, ешкімге де шын достығы жоқ. Баққандары өзінің ғана құлқыны мен бақ дәрежесі. Міне, бұл ауыл мен тағы басқа жаңа жолдағы қазақ қамқоры болса, ең алдымен осы сіздей адамды елдің соры деп білу керек. Ой, не деп кеттің? Дейтінім сол. Оразбайлардың, Тәкежандардың ойы түгел жетпегенде, сіздің тіліңіз жетіп, осындай сұмдық сөзді айтып отырғанда, менің де қатты айтпасқа шарам жоқ деп Әбіш әділ ашудан әппақ сұр болып кетті. Ал сен орысшыл емеспісің? Өзің қайда барасың деп Шұбар енді тайсалақтап кекете сөйлеп еді, үні бағанағыдан бәсең шықты. Әбішті ызаландырған сөз Абайға жете ме деп енді өзін тежей бастаған. Мен де осы ауылда орысшылмыз. Бірақ қай орысты дос көреміз? Ол Казанцев Ояз бен Жандаралдар емес. Қараңғы, надан халқымызға, меңіреу мешеу сахараға білім, өнер, жарық, сәуле әкелетін орысты сүйеміз. Одан басқа, анық содан басқа дос та жоқ, құбыла да жоқ. Сол үшін бұрынғы мен бүгінгі надандықтың жуан бел дүмше жоқшысының бәрін айыптап, атап беру керек. Халықтың көзін бір жағынан сонымен ашу керек. Дәрмен дұрыс жолда, менің әкем де сол дұрыс жолда деп сөзін бітірді. Шұбар енді жауап қатқан жоқ. Қатты құлшынып атқып тұрды да шыға жөнелді. Шұбар бағана Тәкежандар тапсырған жұмыспен келгенін енді есіне алды. Жаңағы түйілген қабағын жазбастан шығып кетті. Қатал үкім айтып кетсе де, үй іші оның сөздерін елең қылған жоқ. Әбіш Павловқа енді ғана баяндап болған еді. Павлов сүйсінген жүзбен тыңдап отырған. Жақсы Дәрмен, жігіт, жақсы ақын, маладес деп, ұмтыла түсіп Дәрменнің қолын алып, ұзақ уақыт қатты қысып сілкіп қойды. Өлең, поэзия осындай шындықты осылайша батылдықпен, ызамен айту керек деді. Әбіш оның ойын қазақшалап Дәрмендерге жеткізе отырып, өз сөзін қоса айтты. Міне, жаңа дәуреннің жаңа жыршысы туады деген осындайдан. Жауыздық, надандық, зорлық және неше алуан өктемдікпен ақын алысу керек. Халық атынан алыссын. Жазықсыз көптің әділ өкімін айтсын. Оның қатты қарсылығын жиренішін ірікпей тайсалмай айту шарт. Біреудің биіне, бір елдің қанына, тағы бір жұрттың патшасына қарсы шын арлы ақындар айтып келген сөздер осындай тұрғыдан шықпақ керек. Халықтың алтынындай сақтайтыны, нәсілден нәсілге жеткізіп қадірлейтіні де осындай жырлар болмақ деді. Павлов та өз ойын айқындай түсті. Дәрмен, Мағаш, сендер осы өздеріңнің өміріңде болып жатқан ауыр жаманшылықты да, қызықты тартыс, өжет қимылды да жазуларың керек. Мысалы, мен айтар едім, ана жылы осы өз елдерінде болған Базаралының қайратын жазуға болады. Әсіресе кеше ғана болған жатақтар тартысында Базаралы тағы қандай ақылды, мықты айнымас ер боп шықты.
өзі ауру күйде осындай басшылық ету. Мұның қасиеттерінде еңбек елінің болашағы көрінеді ғой. Осыны көпке таныту ең қадірлі міндет қой ақындар, деді. Дәрмен бұл сөздерін кең ұғынғанын білдірді. Көкейіме Федор Ивановичтің сөзі қатты қонады. Әлгі шұбар тулап кетті ғой. Ол Кеңгірбайдың ұлы болып, ұрпағы боп намыс етіпті. Ал Әбіш жаңағы өз сөзің мен Павлов сөзі анық дұрыстық сөз болса, онда мен де кеше Құнанбай жазықсыз қанын төккен Қодардың ұлы ұрпағы болсам нетеді? Ызалы кекпен жырласам жол емес пе екен? Тірі болсам сол Қодарлар көрген қорлықты айту қарызым болар. Федор Иванович, есіме жақсы салдыңыз. Базаралы да менің сүйсініп, ширығып жырлайтын ерімнің бірі екенінде дау жоқ, деді. Бір Базаралы емес, сонау жатақтағы бар кедеймен, есесіз бейнетқормен менің қаным да, жаным да бір емес пе? Көп не айтады? Азға істеген зорлығын айтады. Аз нені айтады? Көптен көрген қорлығын айтады. Базаралы мен жатақ көрген, өз көз алдымда өткен жауыздықтарды қозғай бастасам, менің 62 тамырым түгел еруілдеп туламас па? Осыны етпесем, мен азамат та болмаспын. Қазіргі сәтте Дәрмен алдыңғы шабытты күйінен қызулы өнімді ой туып үдей түскендей. Халықтың ұлы, саналы ақыны сол халықтың ызасы намысымен қатты ширыққандай. Алысуға шығып тұрған қайратты Қайсардай дүр сілкініп алғандай болды. Әбіш Мағашқа Кәкітайлар Дәрменді жақсы ұғады. Оның жаңағы өлеңінде, кейін айтқан ойында тегіс қостап, мақтап қабылдасады. Әбішке енді Дәрмен осы жұрттың бәрінен де қымбат қадірлі және зор өнер иесі болып көрінеді. Осының үстіне ең ыстық досындай сезіледі. Қуантатын достық. Бұл араға Әбіштің алғысы да, өз басының қуанышты бақыты да қоса құптап араласқан. Бүгінгі күнде Әбдірахман өмірінің жарқын күніндей етіп, Мағышты әкеліп қосқан да осы Дәрмен. Қыз бен жігіт арасы шалғай кетер болғанда, бар бөгеттерді Әбдірахманға жеңгізген де Дәрмен. Оспанның жылын беріп болған соң, Ақылбай, Көкбай және Дәрмен өзі болып Ноғай ауылына барып, құдалық сөзді түгел байласып, баталасып қайтқан. Оған аз ғана күн өтті. Сол барысында Мағрипаға Әбіштен хат апарып, Дәрмен жас жігіт үшін аса қадірлі жауап хат әкелген. Мағыштың хаттағы тілі әрі нәзік, сезімтал, жүректен туған әрі шешен, өзі де бір әндей көркем, ыстық сәлем еді. Осы өмірде айналада болып жатқан жайларды да жазу керек дегенді еске алып, Мағаш үй ішіне тың әңгіме айтты. Ерболдан өзі естіген Тәкежан ауылына болып жатқан неше алуан айла малдар жайын баяндады. Және жалғыз еркектер емес, бүгінгі сөздің не бәлесі Мәніке мен Қаражан сияқты бәйбіше қатындардан шығып жатқанын білдірді. Федор Иванович бұған не дейді екен? Осындай істің айналасында сан сорақылық бар ғой. Сондайды жаз дейме екен, деп Әбішке ақыл салды. Павлов Әбіштен Мәнікелер мінездерін естігенде ылғи күліп тыңдады. Қызық, өте қызық. Тарих сахара тірлігінде жай қозғалады, өзгермейді дейсіздер. Ал осы айтып отырғандарының бір өзі қатты өзгеріс белгісі емес пе? Жақында ғана Құнанбайдың аға сұлтан кезінде Өскенбаевтардың ауылында бірде-бір бәйбіше осындай сөздерге араласа алар ма еді? Ал бүгін сөздің басы, даудың түбі ең алдымен осылардан шығып жатыр. Рас, надан сорақы тұрпайы түрде шығып жатыр. Бірақ осының өзінде бірталай заман өтіп, бұрынғы ойға келмес жаңа мінез тартыстар туып жатқанын көрінбей ме? Аға сұлтан семьясы бір әміршіге бағынудан кетіп, көп ұсақ әміршіге бытырап бөлініп жатыр. Әрбір дәуірден сұлтандық, хандық кеткенде осындаймен кетпекші. Ал мынау қатындарды жазуға әбден болады. Бірақ оларды жазғанда әрине Базаралы сияқты ерді жазғанда емес, жиреніп әжуалап жазу керек. Күлкі қып, масқаралап жазу керек. Сіздердің топтарыңызға ең керек жазушы бір ғана адам дер едім. Ол Салтыков-Щедрин. Қандай керек? Щедрин қазір осы сіздер үшін қаншалық қымбат, қажет үлгілер берер еді, деді.
Әбіш бұл сөздің бәрін жиынға өз жанынан да мол таратып жақсылап жеткізеді. Ел тірлігіндегі кейбір сорақылық, өрескелдікті күлкі етіп жазу, асыл өнер, ардақты өнер дегенді естігенде, Мағаш пен Кәкітай Павловқа қазақ ішінде ондай мысқыл мазақтың көп тарап жүретінін білдіреді. Ойы баяу тараса да көп жайды терең түсінетін Ақылбай жаңағы мәнікелер жайын ойлап қалып еді. Ол енді өзінің сол жөніндегі бір долбар болжауын айтты. Сол бәйбішелерді осылай етіп отырған кім екенін білесіңдер ме деп, үй ішінен сұрай түсті де өзі шешті. Олардың екеуін де алдап қайрап, қолтықтарына дем бүркеп, осылай етіп отырған мен білсем дәл Әзімбай дегенде, үйдің іші түгел мақұлдап, күлісіп те қалды. Рас, оның ата кәсібі осы. Ол біреумен біреуді қақтыстырып, қажастырып отырмаса ішкен асы бойына батпайды. Томсарып отырып алдауға келгенде жым-жырт аққан қара су сияқты. Алдампаздық және біреуді сонымен мазақтағыштық мінезге келгенде, ол адамның айлакері десіп Кәкітай Ақылбай, Мағаш бәрі де Әзімбайдың бәле тудырғыш, қоздырғыш тәсілдерін еске алысты. Екі кісіні төбелестіргіші қандай деп Әлмағамбет те қостап еді. Ондағы ұстазын білмейсің бе? Үлгі алатыны Қалдыбай ғой деп Кәкітай тың адамның атын атағанда, көпшілік сол адамның бәріне мәлім күлкі мінезін еске алды. Әбіш енді сол Қалдыбай туралы сұрап еді, Кәкітай екі көзді күлімдеп, қатты дауыстап бір күлкілі әңгіме айтып кетті.